Жылдам ақпарат тарады, көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақстандықтар 8 наурызда қалай демалады? Наурыз айында Қазақстанда халықаралық әйелдер күні тойланады. Соған байланысты қосымша демалыс күндері болады. Биыл 8 наурыз күні сенбі күніне түседі. Демек 5 күндік жұмыс аптасында Қазақстанда қатардан 3 күн 8, 9 және 10 наурызда демалады. Ал 6 күндік жұмыс аптасында тек 8, 9 наурызда ғана демалыс болады. 10 наурыз жұмыс күні. Айта кетейік, ресми сайттың мәліметінше халықаралық әйелдер күні әлем бойынша тойланады. Бұл күні әйелдердің жетістіктері ұлттық шекараларға, этникалық, тілдік, мәдени, экономикалық және де саяси айырмашылықтарға қарамастан атап өтіледі. Халықаралық әйелдер күнін атау идеясын алғаш рет 20 ғасырдың басында өнеркәсіптік дамыған әлем кеңею мен өзгерістер кезеңінің демографиялық даму мен радикалды идеологиялардың пайда болуын бастан өткеріп жатқан кезде пайда болды. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.